Баяғы өткен заманда Хамелин атты гүлденген қала болыпты. Қала халқы бақытты өмір сүріпті. Араларында не ішем, не жеймін деп сары уайымға түскен жан болмапты. Себебі Хамелин қаласы Везер өзенінің жағасында орналасқан. Осы өзен арқылы дән мен бидайға толы жүк кемелері келіп Хамелинге тоқтайтын. Қалада дән мен бидайға арналған қоймалар бар еді. Қоймадағы дән диірмендерге кеп түсіп, ұн тартылатын. Сол ұннан наубайханаларда неше түрлі нан, тәтті тоқаштар мен бәліштер пісіріліп, дүкендерге сатылатын. Осылай хамелиндіктер уайым қайғысыз тіршілік кешіп жатады. Әркім өз ісімен айналысады. Бірақ қала халқы өздері жеген тамақ қалдықтарын қалай болса солай шашып, тазалыққа мән бермейді екен. Соның салдарынан қалада егеу құйрықтар пайда бола бастайды. Егеу құйрықтардың көбеюі Хамелин тұрғындарының тіршілігін нашарлатып жібереді. Олар дұрыс жұмыс істеуден, өз төсегінде тыныш ұйықтаудан қалады. Тіпті егеу құйрықтар бесікте жатқан сәбилердің де құлақтарын тістеп мазаларын алады. Егеу құйрықтардан құтылудың бір амалын табу керек болады. Ойланып, толғанып қала басшысына барып жолығуға бел буған Хамелин халқы орталыққа қарай ағылады. Қала басшысы жиналған адамдарға: Хамелин халқы, сіздер бұл мәселе жайлы ойланбаңыздар, бәрі де шешіледі деп сабырға шақырады. Хамелин халқы қала басшысының сөзіне иланып, үйлеріне қайтады. Бір күн өтеді, екінші күн өтеді, бірақ ешқандай шара қолданылмайды. Ал қалада егеу құйрықтар күннен күнге көбейіп бара жатады. Олар қоймада сақталынған дәнді дақылдарды ғана емес, тістеріне іліккен барлық тағамдарды жей бастайды. Ешкімде, ештеңеде егеу құйрықтардан қорған таба алмайды. Ашулы халық қайтадан орталыққа аттанады. Қала басшысының нақты не істемек ойы бар білгілері келеді. Бірақ бұл жолы басшы жиналғандардың алдына шықпайды. Оның бұл қылығына ызаланған халық: егеу құйрықтар жойылсын, егеу құйрықтар жойылсын деп айқайлайды. Әйтеуір бір мезгілде басшы балконға шығып, Хамелин халқы, Хамелин қаласының шетіне үлкен ор қазылады, және сол орға көшедегі қоқыстар тасталып, барлық егеу құйрықтар ұсталынып көміледі деп хабарлайды. Халық риза болып үйлеріне қайтады. Басшы айтқан сөзінде тұрып жоспарын іске асырады. Ор қазылып, оған қоқыстар тасталынады. Қоқыстармен бірге тұзаққа түскен егеу құйрықтар да көміледі. Қала тазалана бастайды. Бірақ көп замай үлкен ор өлі егеу құйрықтарға толып кетеді. Осындай шараларға қарамастан қоймаларда жасырынып қалған егеу құйрықтар күннен күнге еселене түседі. Егеу құйрықтармен қоса бүргелер де пайда болып, белгісіз бір ауруды таратады. Көп адам осы аурудың салдарынан көз жұмады. Хамелин халқын одан сайын ыза кернейді. Олар тағы да орталыққа жиналады. Қала басшысы жоспарларының іске аспағанының дәлелі ретінде әрқайсысы өзімен бірге бірнеше өлген егеу құйрықтарды ала келеді. Егеу құйрықтардың денесін алаң ортасына жинап, бағаналарға қала басшысын келемеждейтін суреттерді іліп тастайды. Оларға жан-жақтан: егеу құйрықтар жойылсын және қала басшысы орнынан кетсін деп айқайлаған топтар келіп қосылады. Ал қала басшысы осы кезде өз кеңесшілерін жинап, егеу құйрықтардан қалай құтылудың амалын қарастырып жатқан. Бірақ оларға ешқандай көңіл толтырарлық ой келмейді. Ақыры басшы халқының алдына шығып: егер кімде-кім қаланы егеу құйрықтардан құтқаратын болса, сол адамға бір қап алтын беріледі деп жар салады. Келесі күні кемежайда жергілікті тұрғындарға ұқсамайтын бір өзгеше адам пайда болады. Оның киімдері де ерекше көркем көрінеді. Бас киімі құс қауырсынымен және асыл тастармен безендірілген. Иығына күміс сырдай асып алған. Бейтаныс адам кемежайдан шығып, арбалардың соңынан еріп отырып қалаға кіреді. Дән мен бидайға толы жүк кемелерін, қоймаларды, диірмендерді, наубайханаларды, дүкендерді, үйлерді, адамдарды, шашылған қоқыстарды және үрейсіз сайрандап жүрген егеу құйрықтарды көреді.
Асықпай келе жатқан ол қала басшысының үндеуін естиді. Алаңға жетіп қала басшысымен кездеседі. Оған және кеңесшілеріне қаланы толып жатқан егеу құйрықтардан құтқаратынын айтады. Осы еңбек үшін бір дорба алтын сұрайды. Басқа амалы қалмаған басшы келісімін береді. Сырнайшы сыртқа шығады. Терең дем алып, күміс сырнайын үрлеп кеп жібереді. Бейне бір егеу құйрықтар мен сырнайдың үні арқылы байланысқа түскен әсер қалдырады. Егеу құйрықтар есіктерден, терезелерден, су құбырларынан және барлық саңылаулардан шыға бастайды. Қала алаңына қарай ағылып келіп, сырнайшының алдына жиналады. Ойпырмау, қандай көп десеңші, алаңда аяқ басар жер қалмайды. Сырнайшы сырнайда ойнаған күйі қала шетіндегі кемежайға бет алады. Өзен жағасына келіп тоқтайды да, бір аяғын суға малтып тұрып, әуенін жалғастыра береді. Егеу құйрықтар болса сол жүгірген қалпы келіп, суға топырлап құлап жатады. Осылайша мыңдаған егеу құйрық суға кетеді. Өз ісін тындырған сырнайшы қайтадан қала алаңына қарай бет алады. Хамилен халқы болған жағдайды өз көздерімен көріп, егеу құйрықтардан құтылғандарының шындығы екеніне сене алмай дағдарып тұрып қалады. Үлкен бір індеттен айыққандай қала басшысы мен оның кеңесшілері де бір-бірінің арқаларынан қағып құттықтап жатады. Қастарына келген сырнайшыны елейтін емес. Сырнайшы қала басшысынан өзінің сыйақысын сұрайды. Сонда қала басшысы даусын барлығы естейтіндей қаттырақ шығарып, «Бір дорба алтын?» дейді түкке түсінбеген адамдай жан-жағына қарап. «Не үшін?» «Біз егеу құйрықтардың өздері барып суға құлағандарын көрдік қой. Оған сенің қандай еңбегің сіңді? Түкке тұрғысы сырнайыңда ойнап билегені үшін алтын алмақпысың?» Сөйтіп қала басшысы сырнайшыны мазақ етеді. Оған кеңесшілер де қосылып күледі. Ақырында басшы, «Бүгін жолың болды. Міне саған алтын тиын. Осыны қанағат тұт. Терлеп еңбек етпесең де көрген пайдам деп есепте», деп шығарып салады. Бұл әділетсіздікке қатты ренжіген сырнайшы кері кемежайға қайтады. Хамилен халқы қала басшысының ұят қылығын қолдап, сырнайшыны күліп шығарып салады. Келесі күні сырнайшы Хамилен халқына сабақ беру үшін қалаға қайта оралады. Бұл кезде ересектердің барлығы шіркеуде болатын. Бейтаныс адам қаладағы бар баланы алаңға жинап алып, сырнайда алыстағы керемет жерлер, таза ауа мен отта өзендер жөніндегі сазды әуенді ойнай жөнелтеді. Содан соң қызықты ойындар мен риясыз күлкі, алып киттер мен ақылды дельфиндер, түрлі түсті тотықұстар жайындағы келесі әуенге көшеді. Сырнайшы әрі сырнайда ойнап, әрі жүгіре билеп өзенге қарай бет алады. Балалар соңынан ілеседі. Шіркеу ішіндегі ересек адамдар жандарына балалардың топырлап өтіп жатқанын көріп, не болған білу үшін сыртқа шығады. Тоқтатпақ болып ұл қыздарын дауыстап шақырады. Бірақ олар ата-аналарының дауысын естімейді. Ересектер соңдарынан жүгіреді. Өзенге қарай бағыт алғандарын көріп, егеу құйрықтарда балаларымыз да суға кетер ме екен деп зәрелер қалмайды. Бірақ сырнайшы балаларды ерткен қалпы өзенді жағалай өтіп, тау аңғарына қарай бұрылады. Аңтарылып қалған халық біраз сабырға келеді. Осы кезде тау етегінен кішкентай есік пайда болады. Сол есікке бірінші болып сырнайшының өзі, соңынан балалар жүгіріп кіре бастайды. Мұны көрген ата-аналардың зәресі қалмайды. Ата-аналар ұл қыздарының соңынан қолдарын сермей айқайлап жүгіреді. Бірақ оларға мән берген балалар жоқ. Біртіндеп таудың ішіне кіріп жатыр. Ересектердің алды сол жерге жеткенде балдақпен жүрген бір бала ғана есікке кіріп үлгермеген екен. Осы кезде тау тастары сықырлап, есік жабылып, көзден ғайып болады. Ер азаматтар күрек сүймендерін ала салып, тау етегінен саңлау іздеп қанша қасса да кіре берісті таба алмайды. Балдақты бала Хамилен адамдарына балалардың таза ауасы мен отты өзендері бар керемет жерлерге, қызықты ойындар ойнау, алып киттер мен ақылды дельфиндерді көруге, түрлі түсті тотықұстар мен танысуға кеткендерін айтады. Бірақ ешкім оның сөзіне құлақ аспайды.
Осы оқиғадан кейін Хамилин халқы біраз уақытқа дейін өздеріне өздері келе алмай жүреді. Балаларын жоғалтқан халық жіберген қателіктерін түсініп, өмірлерін жаңадан бастайды. Везер өзенімен дән мен бидайға толы жүк кемелері Хамилин қаласына ағылып жатты. Қоймалар қайтадан дән мен бидайға толды. Қала халқы тазалыққа аса назар аударатын болды. Өз қарыздарын толығымен дер кезінде төлеп отырды.